Бірде жас бала данышпанға келіп, сіз сондай ақылдысыз, ешқашан ашуланбайсыз, үнемі көңілді жүресіз, мұның сыры неде деп сұрады. Сонда данышпан балаға қап пен картоп әкелуін сұрады. Егер де сен біреуге ашуланып, өкпелей бастасаң, картоптың бірін ал да, бір жағына өзіңнің есіміңді, ал келесі бетіне сені ренжіткен адамның атын жаз деді. Сонда жас бала әліптің артын бақпай жатып, осақ па деді. Жоқ, ол үшін қапты үнемі өзіңмен бірге алып жүруің керек, және сені біреу ренжіткен сайын қабыңды картопқа толтырып отырасың деді данышпан. Арадан біраз уақыт өтіп, қаптың іші картопқа тола бастады. Қап ауырлаған сайын оны үнемі көтеріп жүру жас балаға оңайға соққан жоқ. Оның үстіне қаптың ішіндегі картоптар гүлдеп, кейбіреуі шіріп, жағымсыз иіс шыға бастады. Сонда бала данышпанға келіп, бұл қапты әрі қарай арқалап жүру мүмкін емес, оның орнына басқа жолын көрсетіңізші деді. Сонда данышпан, білесің бе, адамның жаны да дәл солай. Біреуге ренжіп, ашуланған сайын осылай кірлейді деді. Мойныңа ауыр жүк арқалайсың, бірақ сен мұны бірден байқамауың мүмкін. Уақыт өте келе бұл жүк адамды құрдымға кетіруі мүмкін. Сондықтан біреуге қапаланбас бұрын саған жаныңды кірлететін ауыр жүк керек пе? Соны ойлан деді данышпан балаға.